Жұма күнінің қасиеттері. Жұма аптаның сұлтаны, күндердің төресі, қасиетті күн. Алла тағаланың қасында ең ұлығы. Жұма күні Алла тағала үшін ораза айты мен құрбан айтынан да ұлығырақ. Жұманың 5 қасиеті бар. Жұма күні Алла тағала Адам атаны алейхиссаламды жаратты. Оны осы күні Адам ата алейхиссалам жерге түсті. Осы күні Адам ата қайтыс болды. Жұма күні бір сәт бар. Ол сәтке дөп келген пенде Алла тағаладан харамнан басқа не тілесе, соны береді. Қиямет жұма күні болады. Сондықтан періштелер аспан, жер, жел, тау, өзен, көл, теңіздер барлығы да жұма күнінен қорқады. Шыққан күндердің ең жақсысы жұма күні. Жұма күні Адам ата алейхиссалам жаратылды. Жұма күні жәннатқа кіргізіліп, жұма күні жәннаттан шығарылды. Жұма күні оның тәубесі қабыл болды. Кім жұма күні толық ғұсылданып, жұма намазына бірінші болып келсе, бір түйені құрбандыққа шалғанның сауабын алады. Одан біраз кешігіп екінші болып келсе, сиырды құрбандық шалғандай сауап жазылады. Үшінші болып барған мүйізді қошқарды құрбандыққа шалғанның сауабына ие болады. Төртінші, басқалардың соңында барған бір тауықты сойып, оны садақа еткеннің ең соңында намаз басталайын деп жатқанда барған адам бір жұмыртқаны садақа еткеннің сауабына ие болады. Имам құтпаға шыққанда оның сөзін тыңдауға періштелер де келеді екен. Жұма күні болғанда періштелер мен мешіттердің есігінің алдында қаламдарымен келген жандарды жазып отырады екен. Егер де бір кісі жұма күні жұма намазының уақытынан кешіксе, періштелер тексеріп, бір-бірінен пәленше неге өз уақытынан кешікті деп сұрай бастайды екен. Кейін періштелер осы намазға кешіккен кісінің атынан Аллаға истиғфар етіп, жаратқан иеміз, егер ол пендеңе жұмаға келуіне кембағалдық кедергі еткен болса, оны байытқын. Егер ауырып қалған болса, шипасын бергін. Басына бір іс түскен болса, оны ғибадатың үшін құтқарғын. Ал енді оны пайдасыз болған ойы ойландырып қалған болса, оның жүрегін өзіңнің тағатыңа бұрғын деп дұға етеді екен. Адамдардың жұма күні мешітке ерте баруына бір дәлел, бірде Ибн Масғуд радиаллаху анху жұма күні мешітке ерте барса, бұл кісіден алдын ала 3 кісі келіп қойған екен. Сол уақытта Ибн Масғуд радиаллаху анху өзіне өзі кейіп, 4 адамның 4-шісі болдың ба деген екен. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын хадисінде айтады: кім жұма күні немесе жұма күннің түнінде дүниеден өтетін болса, Алла тағала оған мешіттің сауабын жазады және қабір сынағынан сақтайды деген. Жұма күнінің мархабатын, сауабын үміттеніп, ізденбеген кісіге жақсылық жоқ. Қайта оның ділін көр түйенің адасып жүргенінде етіп қояды. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам хадисінде сондай-ақ: кім жұма намазды 3 мәрте үзіліссіз қалдырса, Алла оның жүрегін мөрлеп қояды деген. Жұма намаздарыңыз қабыл болсын.